Ерке Есмахан қазақ эстрадасының жарқыраған жұлдызы ғана емес, енді міне аяулы ана ретінде де елдің ықыласына бөленіп жатыр. Жақында Еркенің ұлы 40 күнге толып қырқынан шығарылды. Бұл сәт қазақ дәстүріндегі ерекше кезең. Әсіресе ананың жүрегіне ыстық. Бала бесікке салынып, екі әжесі арнайы бесік жырмен тербетіп, ерекше ықыласпен шашу шашты. Қазақи нақыштағы бесік пен сәбидің киімі де көрерменнің жүрегін елжіретті. Ерке бұл сәтті Instagram парақшасына жариялап, халықтан мыңдаған жылы тілектер алды. Бақытты болсын, ана болу жарасымды, көз тиейін демесін деген пікірлер толассыз жауды. Желі қолданушылары Еркенің жарқыраған аналық келбетін ерекше мақтап жатыр. Бірі, саған осындай бақыт жарасып тұр десе, енді бірі, бұрыннан ақ мейірімді едің, енді аналық мейірім қосылды дейді. Ерке өзі де, бесікке салу мен үшін ерекше тебіреніс болды. Өзімде көзіме жас алып отырдым деп жазды. Бұл сәт оның өнерін сүйетін тыңдарманға да жақын, шынайы әсер қалдырды. Қарапайым халық Еркені бұрынғыдан да жақын көріп қалды. Қазақтың салты, бесік жыры, ананың мейірімі бәрі бірігіп керемет көрініс болды. Осындай салт дәстүрді ұмытпай, ұрпағына үлгі етіп жүрген Ерке Есмаханға алғыс айтқымыз келеді.